Сәлематсыңдар ма оқушылар, қайырлы күн. Қазақ әдебиетінен бүгінгі тақырыбымыз Тынымбай Нұрмағамбетов анасын сағынған бала. Дәптерлерімізді, кітабымызды ашып, бүгінгі күннің жартысын жазып, тақырыпты жазып қоямыз. Сабақтың оқу мақсаты әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттау. Тынымбай Нұрмағамбетов 1945 жылы туған, Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының Бірлік ауылында дүниеге келген. 1968 жылы Қызылорда қаласындағы Гоголь атындағы педагогикалық институтты бітірген. Яғни педагогикалық институт деп отырғанымыз мұғалімдер дайындайтын оқу орны. 1981 жылы Мәскеудегі Максим Горький атындағы жоғарғы әдеби курсты тәмамдаған. Жазушының ең алғашқы жинағы 1971 жылы жарық көрген Қауын иісі атты еңбегі. Есімізде сақтап аламыз. Және бұдан өзге Тынымбай Нұрмағамбетовтың қандай әңгімелері, қандай еңбектері бар? Қарлығаштың ұясы, Қош бол ата, Ата қоныс, Бәйтеректер, Ауғандық құстар және балалық шақтың әндері. Жазушының еңбектерін және ең алғашқы жинағын дәптерімізге жазып аламыз. Анасын сағынған бала әңгімесі. Бұл әңгіме ана мен бала арасындағы ыстық сүйіспеншілік, адалдық, достық, жақсы көру, сүйіспеншілік, мейірімділік сияқты адам бойындағы асыл қасиеттер туралы сөз болады. Кішкентай балапан Сержанның тазалығы, сағынышы, қылықтары арқылы отбасының қадір қасиетін көрсетеді. Осы әңгімеде баланың сағынышы оқырманға жатық, түсінікті, әсерлі тілмен баяндалған. Әңгіменің негізгі кейіпкерлері Есмағамбет пен Сержан. Ендеше Сержанның басынан кешкен оқиғаларын бірге оқып шығайық. Балалар, әңгімені оқып болғаннан кейін бүгінгі